О муза, қайдасың? Өнер адамдарда шығармашылық тоқырауға түседі екен. Мұндайда олардың шабытын шақырып, көңілін көтеретін таза ауа, тұмса табиғатпен саяхат. Сырлы сапар музыка әлемінің майталмандарын байланыстырып, гитара мен қазақтың түрлі ұлттық аспаптарының үндестігіне жетелейді. Алуан әннің орындалуына түрткі болады. Бүгін Джонни Газ және Серік Нұрмолдаев музыкалық саяхатын Өскемен қаласында жалғастырады. Адам баласымен барша тіршілік иесінің өмірге келуі, бұл ғаламның жаратылуы және олардың бір-бірімен тығыз байланысы жайлы мәселелерге келгенде, бақсы балгерлерден жеткен бір қатар аңыз әңгімелерге бойлай аласыз. Сондай қызық әпсананың бірі алғашқы ұрмалы аспаптың шығуына арналады. Ерте заманда тура жер кіндігінен бой көтерген алып ағаш орналасқан тұста қатты дауыл тұрыпты деседі. Оның күші соншалық әлгі қарағаштың өзін құлатардай тамырын тартқылайды. Бірақ бәрібір бір ботағы сынып жерге құлапты. Дауыл тынышталып, күн райы ашылғаннан кейін сол ботақты балгер тауып алады да ұрмалы аспап жасап шығады. Міне сол күні жер бетінде алғашқы даңғыра үні естіледі. Дүрсілдеген қоңыр дыбыс бақсы ісіне қуат беріп, қабілетін арттыра түскендей кейіпке бөлейді. Қазақ халқы дәл сол аспапты даңғыра деп атаған. Барлығыңызға сәлем. Менің атым Серік Нұрмолдаев. Мен Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің мүшесімін. Бүгін біз шабыт іздеп Өскемен қаласына келдік. Менен де бәріне жалынды сәлем. Мен Джонни Газ. Серік екеуміз Өскемен қаласындамыз. Бұл Қазақстанның солтүстік шығыс өңірі. Аталмыш өлкеден музыкалық жаңғыру іздеп, шабытымызды шыңдай, әсер алып қайтамыз деген ойдамын. Ал, жүрдік пе? Кеттік ендеше. Бұл қаланың іргесі 1720 жылы қаланды. Мұнда Оралхан Бөкеев, Қасым Қайсенов, тағы басқа танымал тұлғалар дүниеге келген. Мынау ашық аспан астындағы амфитеатр. Дауысың жиылған жұртқа жақсы жетеді. Сахнаға жақындап, Өскемен қаласының тұрғындарына тамаша тарту істемедік пе? Тамаша. And if I had a song I could sing to you, let's give it that gorge. If I had a song I could sing to you, I sing this song, the sunshine all the time, sunshine on the waters, looks so lovely, yeah. Sunshine almost always makes me high. Қайталайық, Серік. Almost always makes me high. Өскемен қаласына арналған ән. Мен туды байқадым, Қазақстанның байрағы. Иә, шынымен де Қазақстанның туы екен. Таулар мен ормандар, ертіс өзені. Джонни, менің есіме бір дәл осындағы тауларға арналған әуен түсіп тұр. Айтып көрмедік пе? Сен тура мына көз алдымыздағы таулар жайлы айтып тұрсың ба? Әрине. Бұл Алтай тауы ма? Иә.
түсінікті. Ал, ойнап көреміз бе? Бүгін менің дауысыма бірдеңе болған сияқты. Суықтан шығар. Иә, ызғар сезіледі. Уайымдама, әлі-ақ жазылып кетесің. Өскемен қаласының тұрғындары сенің дауысыңды естіп, қошемет көрсететініне сенім мол. Иә, бұл жер шынымен тамаша екен. Филармонияға келдік. Өскемен қаласының филармониясы. Мен мұндағы достарыммен алдын ала хабарласып қойған едім. Олар бізді іште күтіп отыр. Мен сені солармен таныстырайын, және жаңа аспаптармен де таныс боласың. Мүмкін, олар саған ойнап та берер. Олар бақсылар ма? Жоқ, олай емес. Көмеймен айту әдісіне үйретеді тек. Жарайды, көрейік. Джонни, негізі бұл тосын сый болатын. Мен достарымды ертерек құлағдар еттім. Сондықтан оларға кірмес бұрын сені бақсы киіміне киіндірейік. Okay. Мұндағы мақсат, сен жай ғана бақсылық киімді киіп қана қоймай, аспапты ұрып, құдіретіне бойлап қайтсын деген ниет. Түсіндім. Мұнаны басқа киеме? О, міне, нағыз бақсының өзі болып шыға келдің. Мына аспапты да қолың ал, шын бақсының қасиетін сезін. Тамаша шықты. Жарайсың. Ал, саған ұнады ма? Әсеріңмен бөліс. Шынында ерекше әсерге бөлендім. Импровизацияда керемет шықты емес пе? Иә, дәл солай. Мұндағы достарым менің осындай. Дос деген жақсы ғой. Джонни, ескі әдеттен айнымай бүгін аталған қаланың дәмханасынан дәм татып көрелік. Сені қазақтың ұлттық тағамдарының бірімен таныстырайын. Мүмкін, бұл асты сен әлі татып көрмеген шығарсың. Мүмкін бір жерде жедің, бірақ дәмді екеніне күмән жоқ. О, иісі мұрынды жарып барады. Бұны бізде қарын бүрме деп айтады. Мынау шегі, оның ішіне ет салып, өз майына қайнатып пісіреді. Өткен дәуірлерде бабаларымыз мына шектің ішіне еттерін салып, сол қалпында сақтауға тырысқан. Тоңазытқыштың орнына пайдаланған десем де болады. Түсінікті. Осылайша апаларымыз ұлдары алыс сапарға шыққанда қоржындарына салатын. Ішек ішіндегі ет ашымайды, бұзылмайды. Қанша күн жүрсе де, соның ішіндегі асты азығына жаратып отырады. Өте дәмді. Ұнап жатыр ма? Иә, тамаша екен. Асың дәмді болсын. Саған да. Жақсылап тойып ал. Алдымызда ұзақ жұмыс күтіп тұр. Қазір ерекше орынға келдік.
Бұл Өскемен қаласының этно саябағы. Этно саябақ? Иә, этно саябақ. Мұндағы ең басты құнды дүние кішігірім бұрышы ғана. Ол жерде құнды жәдігерлер, бағалы бұйымдар қойылған. Үйдегі бір бұрышқа орналастыратындай. Бұл орыс халқының үйі ме? Дәл таптың. Ал мына тұста Корей бөлмесі. Бұл ұлттардың бәрі де Қазақстанда өмір сүреді. Олар татулықта, бірлікте ғұмыр кешуде. Өзің түсінгеніңдей, Қазақстан әртүрлі дәстүрлер ұштасқан ел. Шындығында солай екен. Дәстүрлер байланысы корейлер мен орыстар. Тіпті міне көз алдыңда неміс үйі де тұр. Бұл немістердікі ме? Міне еврей бұрышы, одан әрі Әзербайжан, грузиндер де бар. Әртүрлі мәдениет, дәм мен тағам, музыка, архитектура. Менің ойымша мына үндестікке қарап, керемет мерекелік жиындар өтетін сияқты. Серік, мынаны қарашы, аласа үйлер, әдемі гүлдер. Джон екеуіміз осы тұста келгенімізді білдіретін із қалдырайық. Жақсы, батыс пен шығыс байланысы. Бола ма? Әрине. А майнер. A minor? A майнер. Хорошо. Walking down the memory lane, you see your love passing you by. And everything fades into black and white. Come from the east, come from the west, I'm bringing with you the songs of love, the songs of love, baby. Songs of love for you, songs of love for me, songs of love for everybody, songs of love for the trees and the breeze and the rocks and everything. Жарайсың, жақсы шықты. Тамаша үндестік болды. Сколько всего Қанша дегенмен барлығы да тұрған орныңа байланысты екен. местности, да? Дұрыс айтасың. Енді не істейміз? So what do you have next in mind? Тағы да біраз араласақ қалай болады? Келістік. Okay. Бұл Абайдың үйі. Абая. Тура сол емес, көшірмесі. Потому что Өйткені Абай Семей өңірінде тұрды ғой. в Семипалатинском регионе Этно ауылға арнайы жасап шыққан. мы в этнопарке можем как раз увидеть копию этого дома. Excellent. Ерекше екен, қарашы, ас бөлмесі де бар. Иә, таза қазақи құндылықпен әрленген шаңырақ. Мынау ас бөлмесі ғой. Иә, ас бөлмесі. Қарашы, ас бөлме, ас столы, бәрі жеке жасалған. Енді мынау қонақ бөлмесі. Кішігірім етіп жасалған екен. Міне, мынау да қонақ бөлме. Тағы бір бөлме арналыпты. Мына бөлме Абайдың жұмыс істеген жері болуы керек. Абай, видимо, работал.
Бұл жұмыс бөлме ме? Иә, ғажап. Көз алдымнан өтті бәрі де. Imagine. Жақсы орын. Көңілден шықты ма? Иә, ерекше әсер алдым. Құрметті нәзік жандылар мен ер азаматтар. Менің байқауымша көрермендер де жиналып қалған сыңайлы. Демек бізге құртыруға болмайды. Бастайық. Жақсы, бастайық ендеше. Ал бұл жолы қандай әуен орындаймыз? Сен Бессаме Мучоны естіп пе едің? Әрине, кеттік. Bésame, bésame mucho. And each time I cling to your lips, I have music divine. Bésame, bésame mucho. Kiss me, my darling, and say that you'll always be mine. Bésame, bésame mucho. And each time I cling to your lips, I have music divine. Bésame, bésame mucho. Kiss me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you never is such thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, and each little dream would take wings, and my love would be true. Bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Сіздерге үлкен рахмет. Сіздерге де. Джонни, сені Үндістаннан келді деп кім айтады? Ешкім де аңғармайды ғой. Білмедім, бірақ өзімде сол жайтты есімнен шығарып алам кейде. Таза испандықтар секілді тартады екенсің. Қазір Таразға барған сапарымыз есіме түсіп тұр. Мен ол жерде саған махаббат жайлы аңыз айтқан едім. Есімде. Міне, қазір тағы бір сондай пәк махаббаттың тұсына келдік. Қазақ халқында негізі махаббат жайлы аңыз көп. Жалпы, ғашықтар мұңы барлық жерде бір ғой. Дұрыс айтасың. Көз алдыңда қозы көрпеш, Баян сұлу құрметіне арналып қойылған ескерткіш мемориал. Қозы көрпеш және Баян сұлу жайлы ескіден жеткен аңыз желісіне сүйенсек. Сарыбай мен Қарабай атты бағландар бала шақтан дос болып, есейгенде ұл қызын атастырамыз деп уәде беріпті бір-бірлеріне. Бірақ Сарыбай ұлы дүниеге келген сәтте аңшылық саят құрып жүріп, көз жұмады. Ал жастар болса бір-бірлерін білмей, көрмей өседі. Сол уақытта Қарабай ескі уәдені бұзып, ауылындағы Қодар атты палуан жігітке қызын тұрмысқа бермекке бел байлайды. Өйткені Қодар жұт кезінде Қарабайдың малын аман алып қалған екен. Осылайша әлгі жігіт қос мұңлықтың арасында кедергі болады. Сол текетіресте қозы бірінші өмірден өтеді. Қайғыдан қан жұтқан Баян болса, кек алмақ болып Қодарға ұсыныс айтады. Терең құдық қаз, таза мөлдір суы шығатын, сонда ғана саған тұрмысқа шығамын дейді. Қодар болса бірден келісіп іске кіріседі. Осылайша Баянның шашын ұстай тереңдей береді. Әбден көзден ұзадау дегенде бой жеткен шашын қиып, Қодарды өлтірген екен. Артынша сұлу қыз қозының жерленген тұсына жетіп, өзін өлтіріптіміз.
Рахмет, осындай лирикалық мысалға алғысым шексіз. Иә, шындығында ерекше жер. Алтай тауы, Алтай елімен шекарада тұрған жоқ па? Жақсы байқадың, Джонни. Жаңа Алтай тауын көзің шалды емес пе? Міне сол төңірек түгел дерлік Алтай өңіріне кіреді. Ол жер түркі халқының жаңғырған мекені, дамудың тал бесігі. Айтпақшы, бүгін мен өзіммен бірге аспабымды да ала шыққан едім. Солай ма? Қазір. Ал көрелік, мынаны қарашы, маған қатты ұқсайды екен. Сақалы да менікі секілді. Жоқ, ұқсамайды. Міне, мына тұстағы қатты ұқсап тұр. Иә, бірақ оның басы таза емес, шашы ұзын екен. Джонни, менің қолымда ұрмалы аспап. Түсіндім. Қазақтар бұл аспапты даңғыра деп атайды. Даңғыра. Hurricanes up in love. Since then you've been loving me till the stars were from above. Yeah. Leaving all your little lies running to remorse. Here I stand hand in hand with love that's truly cast to you. You cut me down again, many times and more, and I'll still be in love with you, baby, till the heavens fade and fall. But so, Сәлем менің құрметті достарым. Өскемен қаласы менің жүрегімде мәңгі сақталады. Тамаша әрі ерекше қала, талантты, талапты жандардың мекені екен. Біз Серік екеуміз мұнда өз өнерімізді көрсеттік. Алтай жұртшылығы айтпақшы, бізге мұнда әруақтар демеу берді. Енді алдымызда тағы да сырлы саяхаттар күтіп тұр. your place gold on my finger. You bought love like I've never known. He gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in love's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong. When I'm tired and weak, I can search this whole world over, and you'll still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. Yes, most of all, you're my best friend. Мұхиттай шексіз өмір.